Сәлем достар, сіздермен бүгін Кастренд каналы. Бүгін біз сіздермен Redmi телефонын рабочий столын өзгертетін боламыз. Қалай өзгертуге болады, сол туралы үйренеміз бүгін. Байқасаңыздар, Samsung каналында астан бір төбеге қарап тартсаңыздар, программа шығады. А бізде поисковать шығады. Мен қазір поисковатты қойып жүрсем, менің записім өшіп қалады. Поисковатты қойып жүрсем, қазір запись өшеді. Сол үшін поисковатты қойып жібермеймін. Бізде қазір осы астан төбеге қарап көтергенде қалай программа шығатын болады. Соны қалай орнататын туралы сізге айтып беретін боламын. Redmi телефоны арқылы настройкаға кіреміз. Және осының ішінен рабочий стол деген кіреміз. Рабочий столда неде екі рабочий стол тұр. Осының біріншісіне кіреміз. Обычный дегенге. Обычныйда неде тұр? С меню приложение. Осыған птичка қоямыз да және окей дегенді басамыз. Біздің приложениеміз уже міне арқасы программа шықты. Мінекей. Біздің уже программа шықты. Енді бұны тағы да біраз өзгертулер енгіземіз. Бұл жерде 4 қатар приложение тұр. Міне 4 қатар болып тұр. Осыны 5 қатар қылам. Және арқасындағы темный режимді алып тастап, мына фоновый режимді осы программаның артынан шығаратын болам. Настройкаға кіреміз. Және настройка үшін тағы сол рабочий стол деген кіреміз. Меню приложение. Осыған кіреміз де фон. Фонның мына жерінде процент жазылып тұр. Соны 50%-ке дейін көтеремін. Міне арқасындағы сурет фонның бетіне шығып жатыр. Әркім өзінің қалағанына қойса болады. Маған 50% жақсы. Себебі арқасындағы бетіне тұрған приложениелер анық көрінетін болады сонда. Принять дегенді басамыз. Мінекей. Жаңа байқасаңыздар, арқасында қап-қара свет еді. Енді міне жаңа фон режимі шықты. Енді қазір 4 қатардан 5 қатарға өткізетін боламыз. Тағы рабочий столға кіреміз. Настройка, настройкадан рабочий стол, сетка рабочий стол дегенге бар. Осыған басамыз да және 5-те 6 қыламыз. Және размерлері де өзгереді осыған байланысты. Оны өзіңіз өзгертсеңіз болады. Міне 5 қатар тұр. 5 қатардан енді размерлерін ауыстыруыңызға болады. Кішірейтесіз немесе үлкейтесіз. Маған ең кішкентай ұнайды. Себебі маған сол ыңғайлы. Принять дегенді басамыз. Міне біздің рабочий столымыз дайын. Майда приложениелер 5 қатарлық. Біздің программамыз ауыстырма бетте жоқ, приложениелер жоқ. Рабочий столға өзіңіз қосымша ретінде қоссаңыз болады. Және мен мынау белый светпен емес, темный светпен жұмыс істеген ұнатамын. Темный светке ауыстыру үшін экран дегенге кіреміз. Экран жанында мынеде 2 түс шықты. Көріп тұрғаныңыздай, біреуі астына жазылып тұр темный свет деп. Осы темный свет дегенге бассаңыздар, өз телефондарыңыз темный светке өтеді. Немесе мынау үстінде де бар. Міне темный режим деп тұр. Осын бассаңыздар да болады, қосып қойсаңыздар да болады. Сонымен өзі темный режиммен шығып кете береді. Тамашалағандар үшін рахмет. Каналға подписаться басып, каналға жазылып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен мотивация. Және комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Тағы нені білгілеріңіз келеді? Мен келесі видеом соған байланысты болады. Нені білгілеріңіз келсе, соны комментарийға жазып кетсеңіздер, мен келесі видеоны соған байланысты түсіретін боламын. Сау болыңыздар.